Баршаңызға қайырлы күн, құрметті көрермендерім, каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода құрамы қарапайым ингредиенттерден тұратын ерекше дәмді тағам дайындаймыз. Бұл тағамды әртүрлі атайды екен. Орысша жаркое в съедобном горшочке деп атаса, қазақша кесе қуырдақ, кесе самса деп те атайды екен. Ендеше бисмиллах деп бастаймыз. Ең алдымен қамырын елеп алуымыз қажет. Ол үшін жылы суымызға тұзымызды ерітіп, електен өткізілген ұнымыздың үстінен құямыз. Үстінен ерітілген сары майымызды құйып, араластырамыз. Бастапқыда силиконды күрекшемен араластырдым, кейін қолыммен жоғары төмен қимылдар жасап, сұйықтықпен ұнымызды біркелкі болғанша араластырдым. Құрметті көрерменім, қазақша каналымның ары қарай дамуына титтей болсын үлесіңізді қосыңыз. Видео пайдалы болса, лайк басып, кез келген пікір қалдырыңыз. Жаңа көрермен болсаңыз, міндетті түрде тіркеліп алыңыз. Сұйықтығы біркелкі таралған қамыр оңай бірігеді. Енді жұдырығымызбен қамырымызды елеп аламыз. Орташа тығыздықтағы қамыр шығады. Қамырымыздың ие қануы керек. Салмасын дайындағанша кеуіп қалмайтындай пакетке орап қалдырамыз. Енді салмасын дайындаймыз. Салмасына ет, картоп, қызанақ, пияз және сарымсақ қажет болады. Әрине, кез келген ет түрін қолдансаңыз болады. Менде бүгін сиыр еті. Бастысы қолдан келгенше жұмсақ ет түрін қолдануға тырысыңыз. Жас малдың еті болса, тіптен керемет. Тіпті тауық етін де қолдансаңыз болады. Етті 4 бұрышты етіп, орташа мөлшерде турап алдым. Картопты да дәл етіміз секілді 4 бұрышты етіп, орташа мөлшерде тураймыз. Өлшемдері бірдей болса, піскен тағамымызда өте әдемі көрінеді. Келесі кезекте пияз бен қызанағымызды 4 бұрышты етіп майдалап турап аламыз. Пияз бен қызанақты қосқандықтан тағамымыз сондай сулы, сорпалы болып піседі. Видеоның астындағы сипаттама бөліміне 4 порцияға жететіндей рецептті қалдырамын. Ингредиенттерді 1,5 еселесеңіз 6 порция шығады, ал 2 еселесеңіз 8 порцияға жетеді. Сарымсақты майдалаудың ең оңай әдісі оны осылай пышақпен әбден басып, кейін турап алу. Енді салмамызға дәміне қарай тұз, қара бұрыш, паприка, кориандр қосамыз. Қаласаңыз, қызыл ащы бұрыш қосуға болады. Қолымызбен мұқият араластырамыз, салмамыз дайын болды. Ие қанған қамыр осы уақытта жұмсарды, оны теңдей 4 бөлікке бөлеміз. Әрбір бөліктің 4-тен бірін тағы да бөліп аламыз. Бұл кішкентай бөлік қамырдың үстінде қақпақ секілді болып тұратын өрімді жасауға қажет болады. Енді үлкен қамырларды дөңгелектейміз. Кеуіп қалмау үшін бетін жауып қоямыз. Енді кіші қамырларымыздан қақпақтың ұстайтын жерін жасау үшін өте аз мөлшерде қамырларды бөліп аламыз. Кіші қамырды сопақша формаға келтіреміз. Ал ең кішкентай бөліктерден осындай сүп-секімді дөңгелектерді жасаймыз. Үлкен қамырымызды әдеттегідей дөңгелек етіп жайып аламыз. Орташа қалыңдықта болуы керек. Видеодағыдай ортасына тиіспей шеттерін жұқартамыз. Орташа көлемдегі сорпа құятын ыдысымызға орналастырамыз.
Кесеміз толғанша салмасын саламыз. Мен 4 порция дайындағандықтан барлық салманың 1/4 бөлігін саламын. Ортасына аз ғана, шамамен 1 шай қасық сары май салуды ұмытып кетпейміз. Салмамыз ағып кетпеу үшін қамырдың астыңғы бөлігін мұқият бекітеміз. Келесі кезекте бір жұмыртқаның сарысына 1 ас қасық сүт қосып, қамырымыздың бетіне жағамыз. Енді сопақша формамыздағы қамырымыздан өрім жасауымыз қажет. Қамырымызды үстелдің үстіне осындай қимылдар жасап, барынша созамыз. Көріп тұрғандарыңыздай, бұл тағамды дайындау сіз ойлағаннан оңай, құрамы қолжетімді, ал дәмін сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес. Міндетті түрде дайындап көріңіздер, 100% ұнайды. Осы рецептпен дайындап, мені стористе белгілеңіз. Бұл тағамның дәмділігі соншалық, қонақ шақырғанда мерекелік дастарханға ұсынсаңыз болады. Дайын болған өрімді видеода көрсетілгендей етіп ортасына орналастырамыз, үстіне тағы да жұмыртқамызды жағамыз. Құрметті көрермен, каналымдағы басқа видеоларды да қарап көріңіз. Оңай және тез дайындалатын тағамдардың, салаттардың, тәттілердің де рецептері бар. Видео ұнаса, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Сонда видеоны басқа адамдар да көреді, көбірек адамға пайдалы болғым келеді. Қалауыңызша күнжіт сепсеңіз болады. 180 градусқа дейін қыздырылған пеште 1 сағат пісіреміз. Конвекция қосылмауы керек. Ұсынылуы да дәмі де ерекше тағамымыз дайын болды. Ыстықтай дастарханымызға ұсынамыз. Көздің жауын алатын тағамымыз осындай сочный болып піседі. Қараңыздаршы, қандай сорпалы. Ас үйдегі өміріңізді жеңілдетемін, себебі әрдайым дайындалуы оңай, құрамы қолжетімді, өте дәмді рецептерді ұсынамын. Амандықта, жақсылықта жүздескенше.